Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге сабақта оқушыларды бағалау түрлерімен таныстыратын боламын. Яғни, оқушыларды бағалаудың бірнеше түрі бар. Оларды қалай бағалау керек, сол туралы айтатын боламын. Менің видеомды соңына дейін көрмес бұрын алдымен каналға тіркеліп кетейік. Егер менің видеом ұнаса, лайк басып, пікірімізді қалдырып кетейік. Егер осы ақпаратты пайдалы деп санасаңыздар, онда бұны мен өзіңіздің әріптестеріңізбен бөлісе отырыңыздар. Оқушылардың қызығушылығын арттыру мақсатында оларды бағалаудың маңызы өте зор. Яғни сол бағалау арқылы нақты бағалау критерийлерін қолдана отырып бағалау ол оқушылардың сабаққа деген қызығушылығын, ынтасын арттырады. Құрметті әріптес, сіз оқушыларды бағалағанда оларды нақты критерийге сәйкес бағалап жүрсіз бе? Егер осы бағалау туралы білгілеріңіз келсе, онда осы видеоны соңына дейін қарауға кеңес беремін. Құрметті жас маман, бұл видео сіз үшін де өте таптырмас мүмкіндік. Яғни, оқушыларды бағалау кезінде осы критерийлерге, осы бағалау әдіс-тәсілдерін қолдансаңыздар, еш өкінбейсіздер. Құрметті әріптестер, мен сіздерге қазір бағалаудың 10 түрлі тәсілін көрсететін боламын. Бұл бағалауларды пайдаланбау әрине ол сіздердің өздеріңіздің еріктеріңізде. Және осы видеоның соңына қарай сіздермен маңызды ақпаратты бөлісетін боламын. Осы бағалауға қатысты, бағалау критерийлеріне қатысты маңызды ақпараттарды осы видеоның соңында айтатын боламын. Менімен бірге болыңыздар. Ал алдымен қазір сіздерге бағалау түрлерімен таныстырамын. Құрметті әріптес, құнды ақпаратты жіберіп алмас үшін осы видеоны соңына дейін көруге кеңес беремін. Ендеше көп созбай, бірінші бағалау әдісіне кезек берейік. Бұл бізде бірінші бағалау әдісі, көріп тұрғандарыңыздай, білім заряды деп аталады. Бұл кәдімгі өздеріңіз көріп жүрген телефонның зарядкасымен сәйкес келеді. Бұл әдісті қолдану үшін оқушыларға жеке-жеке осындай әртүрлі деңгейдегі зарядкалардың суреті бар қағазды шығарып бересіз. Сонымен қатар молнияның суретін шығарып бересіз. Оқушы әрбір тапсырманы орындаған сайын өздеріне бір молниядан әр зарядканың үстіне қойып отырады. Сіздерге қазір мен оның қалай жасау керектігін де көрсететін боламын. Немесе осы бір молнияның суретін өздеріңіз оқушыларға берсеңіздер де болады. Әрбір дұрыс жауап сайын өзіңіз таратып отырсаңыздар да болады. Егер сіздерде оқушы аз болса, балаларыңыз өзін бағалауға жаттыққан болса, онда оқушылардың өздеріне жасатқан дұрыс. Ал егер әлі дағдыламаған болса, онда өздеріңіз осы молнияны таратып, оқушыға өзінің алдындағы жатқан батареялардың үстіне жабыстыруды тапсырыңыздар. Неке құрметті әріптестер, осылай қағазға шығарып алсаңыздар болады. Әрбір оқушының аты жөніне әрбір оқушы өзінің атын жазады. Және осындай кішкентай қылып молнияларды шығардым. Әрбір балл сайын оқушы осыны молнияны зарядканың үстіне жабыстырып қояды. Неке осылай. Егер мысалы мына тапсырма жерге мысалы, егер мына неден істемесе, балл алмаса, онда мынаған жабыстырады. Екінші тапсырмада. Осылай әрбір алған тапсырмаға жабыстырып отырады. Осылай әрбір оқушы жеке-жеке өзінің алдына жеке дара осылай жабыстырады. Сосын барлығы қанша балл болды, соны есептеп айтады. Бұны сіздер жаңағы кез келген сыныпқа пайдалануға болады. Барлық неге келеді.
Егер бұны сіз ұзақ пайдаланамын десеңіз, онда сіз бұны ламинаттап алған сізге өте тиімді болады. Яғни осыны ламинаттап оқушыларға бере бересіз. Қазір 5-ші сыныпқа қолдансаңыз, содан кейін 6-шы классқа барсаңыз, 7-ші классқа барсаңыз осыны пайдалана бересіз. Әрі бұл ламинаттап алсаңыз жыртылмайды, бүлінбейді, майыспайды. Мысалы, бір сыныпқа берсеңіз де, қазір әдебиеттік оқудан пайдалансаң, кейін математикадан, қазақ тілден пайдалана беруге болады. Көптеген әріптестер біледі. Егер осыны менің өзім пайдаланып жүрген көрнекіліктерді тегін жіберемін. Жаңағы осын видеоның астына комментарийға жазсаңыздар, мен сіздерге тегін жіберемін. Осы шаблондардың барлығын тегін жіберетін боламын. Енді көптеген әріптестермен бөлісіп жүрмін, тегін өзімнің видеоларымен, музыкаларымен. Тек қана енді мысалы PowerPoint-та жасалған дүниелер сатылады, бірақ мынадай қалған дүниелерді мен тегін бөлісемін. Енді алып жүрген әріптестерім болса, осы видеоны көріп отырса, олар біледі тегін бөлісетінімді. Кез келген пайдалы ақпаратпен тегін бөлісемін. Тек жаңағы айтып отқандай PowerPoint-та жасалған жұмыстар. Өйткені PowerPoint-тың кішкене өзінің қиындығы бар, сондықтан мен оларға қаншама уақытымды құртам, сондықтан олармен тегін бөлісе алмаймын. Тек кейбіреуі болмаса, ал қалғандары мен тегін сіздерге бөлісетін боламын. Осы комментарийдің астына жазсаңыздар, сіздерге жіберетін боламын. Мінекей қысқаша осыны пайдаланудың жолы осындай. Енді сіздер манадан тыңдап отырсыздар, көріп отырсыздар. Мына жерде сонымен қатар зарядкалардың үстінде процент тұр. Бұл проценттерді сіздер қалай пайдалана аласыздар? Бұларды сіз сабақтың соңында кері байланыс ретінде пайдалануға болады. Яғни әрбір оқушы өзінің балын жазғаннан кейін 9, 8, 10 бал алған білгеннен кейін осы проценттердің үстіне барып жабыстырады. Мысалға 8-ден жоғары бал алса 100%-ке, 6-7 бал алса 50%-ке, ал одан төмен бал алса 25%-ке апарып жабыстыруға болады. Сол арқылы өзін кері байланыс жасатып жіберсеңіздер болады. Келесі сіздерге ұсынатын екінші әдісім, яғни қалыптастырушы бағалаудың әдісі, ол топтар арқылы бағалау. Бұл біздің оқушыларымыздың ең сүйікті сабағының әдістері болып табылады. Сабағына арналған, яғни балалардың ең жақсы көретін, күтетін сабағы ол бізде әрине дене шынықтыру сабағы. Сол дене шынықтыру сабағына, дене шынықтыру мұғалімдеріне арналған бағалау әдісі десем де болады. Бұл әдістердің жасалу жолы өте қарапайым, қолдану жолы да өте қарапайым, жеңіл, оңай. Бұл әдісті қалай қолданатынына келіп тоқталатын болсақ, дәл осындай пішінді доптардың үстіне бір саны жазылған, немесе кез келген доптарды балаларға таратып беріп отырамыз. Әрбір бал сайын 10 балдық жүйе бойынша. Соңында кім қанша бал алды, соған байланысты мына доптардың үстінде жазылған сандарды оқушыларға береміз. 5 салған оқушы 5-ті, 8 бал алған оқушы 8 балды, 9 бал алған бала 9 бал көрсетілген допты көрсетеді. Немесе осы әдісті тағы да басқаша қалай пайдалануға болатын туралы айтатын боламын қазір. Тап осындай допқа байланысты әдісті сіз басқаша былай пайдалансаңыз да болады. Егер 3 алған оқушыға теннис добын, 4 алған оқушыға футбол добын, ал 5 деген бал алған оқушыға волейбол добын берсеңіздер болады. Сонымен қатар бұл әдісті тоже кері байланыс ретінде пайдалануға болады. Кері байланыс жасап жүруге болады осы доп әдісі арқылы. Осы доп әдісі арқылы қалай кері байланыс жасауға болады, ол туралы қазір айтатын боламын. Сондықтан, егер сіз менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, дәл қазір тіркеліп кетіңіздер. Егер сіз дене шынықтыру пәнінің мұғалімі болмасаңыз, бірақ осы әдісті оқушыларыңызды
сабаққа деген қызығушылығын арттыру үшін пайдаланғыңыз келсе, онда осы видеоны соңына дейін көріңіз. Сіз үшін бұл әдісті қалай пайдалану керектігін, қалай дұрыс пайдалану керектігін айтатын боламын. Осы әдісті пайдалану үшін сіздер сабақтарыңызда, енді әрбір сыныпта бар спорт немесе денсаулық бөлімі. Сол бөлімді өткен кезде бағалау тәсілін осы доп арқылы бағалау арқылы қолдансаңыз, сіздің сабағыңыз ұтымды шығады және оқушыларға өте қызықты сабақ болады деген сеніммен айта аламын. Мінекей құрметті әріптестер, осылай кері байланыс ретінде жасап жүрсеңіздер болады. Сол кезде сізде сабағыңызда байланыс болады. Сіздің сабағыңыздың ортақ бөлімі спорт немесе денсаулықты сақтау туралы болатын болса, осылай дене шынықтыру сабағымен ұштастырып кері байланыс жасауға болады. Бағалауыңызда доп туралы, яғни спорт жайлы болады. Кері байланысыңызда осындай болады. Мына жерде егер сабақты түсінбесе, онда теннис добын, жартылай түсінсе футбол добын, ал толықтай жақсы түсінсе, онда баскетбол добын жапсырады. Сонымен қатар кішкентай теннис добы ол сабақтан 3 алғанды білдірсе, футболный доп ол бізде сабақтан 4 деген бағаны, ал баскетболный доп бізде 5 деген бағаны білдіреді. Осылай өзіңіздің фантазияңызды қосып, ары қарай түрлендіріп, сабақтың барлығын бір-бірімен байланыстырып, бағалауды жаңағы кері байланыста байланыстыруыңызға болады. Бұл әрине сіздің қолыңызда, сіздің фантазияңызға байланысты болады. Осылай сабағыңызды бір-бірімен тығыз байланыста өткізсеңіз болады. Келесі бізде үшінші бағалауымыз жұлдызша тәсілі деп аталады. Яғни жұлдызшалар арқылы бағалау тәсілі. Бұл біздің ең кішкентай сүйкімді оқушыларымыз үшін өте таптырмас әдіс. Сіз бұл әдісті бастауыш сыныптың оқушылары үшін қолдансаңыз болады. Әсіресе 1-2 сыныптарда біздің балаларымыз жұлдызша алғанды, түрлі смайлик алғанды өте жақсы көреді және осындай қызылды, жасылды дүниеге олар өте қатты қызығады. Осы арқылы олардың оқуға деген қызығушылығын, талпынысын, ынтасын арттыруға болады. Сонымен қатар именно осы бағалау әдісі арқылы оқушылардың бір-біріне деген бәсекелестік қабілеттерін арттыруға болады. Әрине, бастауыш сынып оқушылары білесіздер, олар бір-бірімен бақталасқанды, бәсекелескенді жақсы көреді. Мен бүгін көп жұлдызша жинадым, ертең бұдан да жақсы жұлдызша жинауыңа тілектеспін деп оқушыларға мотивация берсеңіздер болады осы бағалау әдісі арқылы. Бұл әдістің қолдану жолы өте қарапайым, яғни әрбір оқушыларға бір-бір жұлдызшадан беріп отырасыз, немесе 1 саны бар, немесе 2 саны бар жұлдызшаны берсеңіздер болады. Оны біз қандай жағдайда береміз бұндай жұлдызшаны, 2-3 деген саны бар жұлдызшаны? Оны мен осы видеоның соңына қарай айтатын боламын. Сондықтан да құрметті әріптес, құрметті жас маман, менің видеомды соңына дейін көріңіздер және менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Егер сіздерге бір нәрсе түсініксіз болса, онда осы видеоның астына комментарий қалдырыңыздар. Сіз осы әдіс арқылы оқушылардың балдарға біртіндеп берген кезде олардың санау қабілетін одан ары қарай арттырасыздар. Сонымен қатар оларға 2-3 деген жұлдызшаларды беру арқылы, сандарды бір-біріне қосу арқылы олардың математикалық қабілетін де одан әрі арттырасыздар. Сонда сіз бір оқпен 2 қоян атып аласыздар. Сіздер бағалай отырып оқушыларды санауға, сандарды бір-бірімен, бір таңбалы сандарды бір-бірімен қосуға үйретесіздер. Соңында кім қанша бал алды? Кәнекей санай қояйық. Кәнекей сенде 3 деген баға бар, 2 деген баға бар, 1 деген баға бар. Соның барлығын қосқанда қанша бал болды? Сен қанша бал жинадың деп оқушыларды, олардың қосуын, олардың сандарды санау қабілетін сіз одан сайын арттыратын боласыз. Келесі біздегі бағалау түрі, бұл да тоже өте қарапайым бағалау әдісі болып табылады. Бұл жерде 1-ден 10-ға дейінгі балдар және бағалар сонымен қатар процентпен бірге көрсетілген. Бұл бағалау түрі балдарыңыз бағалауға енді жаттығып келе жатқанда қолданған өте тиімді болады деп ойлаймын.
Осындай бағалау қағаздарын әрбір оқушыға шығарып бересіз, және әрбір балл алған сайын балалар астындағы дөңгелектерді бояп отырады. Сол арқылы кім қанша процент алды, және оның төбесінде жоғарғы жағында балдардың алған бағалары жазылып тұрады. 3, 4 және процентпен бірге балдардың алған балы жазылып тұрады. 6 балл, 7 балл деген сияқты. Бұл да кез келген сыныпқа қолдануға жарайды. Енді бұны мен 3-ші сыныптан бастап 8-ші сыныпқа дейінгі балдарға, оқушыларыңызға қолдануға кеңес беремін. Және бұл кез келген пәннен қолдана беруге болады. Бұл бағалау кестесін. Осы бағалау түрлі барлық сыныпқа, барлық пәнге жарай береді. Және оқушылар сонымен қатар процентке де арқылы бағалауды үйренетін болады. Олар өздерінің бағасын айқын көріп отыратын болады. Сіздерге де осы бағалау түрін қолдануға кеңес беремін. Осы бағалау түрі арқылы әр оқушы өзін-өзі бағалауды үйреніп қана қоймай, сонымен қатар өзінің қанша балл алғанын да көріп отырады. Біздегі 5-ші бағалау тәсілі бағалау сызғышы деп аталады. Бұл әдістің де қолдану жолы өте қарапайым. Егер сіздерге қажет болса, осы дайын шаблонды жіберетін боламын. Ол үшін комментарийға жазып кетсеңіз болады. Бұл әдіс алдыңғы процентпен белгілеу бағалау тәсіліне ұқсайды. Бұл жерде де оқушылар әрбір дөңгелекті бояп отырады тапсырманы орындаған сайын, және бұл жерде төмен, орташа, жоғары деңгей деген сияқты әртүрлі деңгейлер көрсетілген. Әрбір оқушыға жеке-жеке шығарып бересіз. Бұл да кез келген пәннен қолдануға жарайды. Барлық пәнге үйлесе береді, кез келген тақырыпқа қолдана беруге болады. Бұны оқушылар өзін-өзі бағалауға енді жаттығып келе жатқан кезде қолданған өте тиімді болады. Осы арқылы сіз болашақта оқушылардың өзін-өзі бағалауын одан ары қарай қалыптастырасыз, дамытасыз. Осы әдісті қолдану арқылы оқушы өзі бір жағынан біліп отырады өзінің бағасын. Егер сіз осындай әдіс арқылы оқушылардың өзін-өзін бағалауын үйретсеңіз күнделікті сабақ барысында, ол кезде ашық сабақ барысында оны балдарға сіз жаңадан үйретіп отырмайсыз. Балдар да абдырамай, әр бала өзі біліп, сіздің ашық сабағыңыз күшті өтетін болады. Яғни біз оқушыларға осылай үйретуіміз керек. Әрбір сабақ барысында күнде үйрету керек. Біз өзін-өзін бағалауды, әр бала өзінің бағасын бір жағынан біліп отырады. Яғни бұл балдардың жиі-жиі жасалғандықтан оқуға деген ынтасын арттырады. Яғни оқушы бір жағынан қалыптасып қалады. Сол кезде сіз ашық сабақ өткен кезде қиналмайтын боласыз. Әрбір балаға барып белгіле, сен белгіледің ба деп қасына барып жүріп айтпайсыз. Әр оқушы өзі біліп, тиянақты орындайтын болады. Бұл өз кезегінде сіздің сабағыңыздың өте жақсы деңгейде өтуіне септігін тигізетін болады. Ендеше осы әдісті де сіздерге қолданып көруге кеңес беремін. Егер шаблон қажет болса, комментарийға жазып кетіңіз. Бізде келесі бағалау тәсіліне қосымша, бұл бізде сыйлық сертификаты деп аталады. Бұны да сіз барлық сыныпқа, барлық пәннен қолдана аласыз. Бұл енді алдыңғы бағалауға қарағанда бұл сәл-пәл өзгешелеу. Бұның пайдалану жолын сіздерге түсіндіретін боламын. Егер сіз менің каналыма әлі тіркелмеген болсаңыз, онда менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Және де менің видеоларымды жіберіп алмас үшін қоңырау батырмасын басып қойыңыздар. Бұл сыйлық сертификатын кез келген пәннен беруге болады. Бұл жерде әуелі осындай сыйлық сертификатын шығарып аласыз. Бұл жерде кімге, яғни оқушының атын жазасыз, кімнен өзіңіздің аты жөніңізді жазасыз, қолдану мерзімін жазасыз. Қолдану мерзімін нақты датамен көрсетуге болады. Мысалы, бүгін 23-і болатын болса, бұл сертификат 24-не дейін жарамды болып табылады. Яғни келесі күнге дейін жарамды. Яғни өз пәніңізді жазып қоясыз, және қай пәннен берілген әр мұғалім өз пәнін жазады. Математикадан бересіз бе, мысалы сіз бастауыштың мұғалімі болсаңыз, әлде қазақ тілінен бересіз бе, бұл сертификатты әр пәнге жеке-жеке жазып қоясыз. Или жаңағы дүниетанудан бересіз бе. Бұл сертификат дүниетану деп тұрса, онда тек дүниетану пәнінен ғана жарайды.
Осылай сіз әрбір оқушыға пәнін жазып, қай пәннен беретініңізді, мысалы сіз жоғары сынып мұғалімі болсаңыз, сізде тек бір пән ғой, онда ағылшын деп жазылып тұруы мүмкін, мысалы ағылшын пәнінің мұғалімі болсаңыз. Сонымен қатар қолдану мерзімі бірінші тоқсанның соңына дейін болуы мүмкін. Солай өзіңіз жазсаңыз болады. Немесе алдағы жұмаға дейін деп нақты датамен көрсетіп қойсаңыз болады. Болмаса осы сабақ бойы деп жазсаңыз да болады қолдану мерзіміне. Осылай оқушыларға бересіз. Бұл нені білдіреді? Сыйлық сертификаты бұл плюс 1 балл дегенді білдіреді. Мысалы, оқушы бүгінгі сабақта 7 балл алса, осы сертификат бойынша, егер осы сертификатта ертеңге дейін, болмаса осы сабаққа дейін деп жазылып тұрса, қолдану мерзімі, онда сіз оқушыға, осы сертификаты бар оқушыға плюс 1 балл қосасыз. Яғни 7 балл алса 8 балл, 8 балл алса 9 балл, 6 балл алса 7 балл деген сияқты осы сертификаты бар оқушыға плюс 1 балл қосасыз бағалауға. Бұл әрине, бұл бағалаудың тәсілі оқушылардың сабаққа деген қызығушылығын арттырады. Яғни қолдану мерзімі егер бір тоқсан бойы болатын болса, онда әрбір күні балаға 1 балдан қосып отырасыз. Яғни сол бала бүгін сабақтан 5 балл алса, оның сертификатында осы 90 бойы деп жазылып тұрса, онда оған плюс 1 балл қосып 6 балл деп бағалайтын боласыз. Осы сертификаттың жалпы қолдану жолы түсінікті болды деп ойлаймын. Яғни бұл плюс 1 балл дегенді білдіреді және қолдану мерзімін өзіңіз қоясыз. Осы сабақ бойы жаңа айтып кеткенімдей, немесе нақты датамен келесі 1-7-ге бересіз бе, әлде 1 айға бересіз бе, әлде 1 тоқсанға бересіз бе, әлде жыл бойына бересіз бе, оны өзіңіз шешесіз. Біздердегі 7-ші бағалау тәсілі, бұл тәсілдің аты плюс 1 ақыл деп аталады. Бұны да сіз кез келген сыныпта, кез келген пәннен қолдана беруіңізге болады. Бұл әдістің жасалу жолы, қолдану тәсілі өте қарапайым, оңай сіздер үшін. Кейбір мұғалімдер үшін әрине уақыт алуы мүмкін. Өйткені бұны сіз әрбір оқушыға дұрыс жауап сайын таратып беріп отырасыз. Бұрын егер сіз жұлдызшалар, тағы басқа нелер таратып бересіздер, сол сияқты әрбір оқушыға жеке-жеке осы плюс 1 ақылды таратып беріп отырасыз. Бұл жерде балл емес, бұл жерде ақыл деп аталады. Тек балл сөзін ақыл сөзімен алмастырылып қойылған, бірақ пайдалану жолы барлығы сол баллмен бағалағандай өте оңай. Әрбір оқушыға таратып бересіз, соңында кімде қанша ақыл болды, мысалға біреуінде 5, біреуінде 7, біреуінде 9 деген сияқты, соған байланысты балдарын, бүгінгі сабақтан алған балын оқушыға қойып бересіз. Бұл әдіс сіздерге пайдалану қиындық келтіреді деп ойламаймын, және қолдану жолы өте түсінікті деп ойлаймын. Егер менің видеоларым ұнап жатса, онда лайк басып, комментарий қалдырып, поделиться батырмасы арқылы өзіңіздің әріптестеріңізбен бөлісіп кетіңіздер. Олар да бағалаудың түрлерін біліп жүрсін. Келесі бізде бағалау әдісі лайк арқылы бағалау деп аталады. Бұны да сіз кез келген сыныпқа, кез келген пәннен қолдана аласыздар. Бұл әдіс оқушылардың сөзсіз сабаққа деген қызығушылығын арттырады. Өйткені телефонды жақсы көрмейтін бала қазір кемде-кем деп айтсақ та болады. Барлығы телефон ұстағанды жақсы көреді, және лайк олар үшін өте қызықты болады деп ойлаймын. Лайк арқылы бағалау. Бұл әдістің қолдану жолы да өте қарапайым, басқа әдістерге ұқсас, тек бұл жерде бұрын балл болса, ақыл болса, енді бұл жерде лайк деп аталады, балл емес. Бұнда әрбір оқушыға осындай телефонның шаблонын шығарып бересіз. Әр оқушы өзінің аты жөнін жазады. Және мына жерде байқасаңыздар, 1-ші, 2-ші тапсырма, 3-ші, 4-ші тапсырма деген жазу бар. Сонымен қатар лайктарды сіз шығарып бересіз. Әрбір оқушы бірінші тапсырмадан қанша балл жинады, соған байланысты лайкты таратып беріп отырасыз, немесе оқушылар өздері орындаған тапсырмасына қарай лайкты каждый бірінші тапсырмадан неше лайк жинады, екінші тапсырмадан неше лайк жинады, соған байланысты өздері жапсырып отырады. Соңында сіз немесе оқушының өзіне есептетсеңіз болады. Общий
қанша лайк жинағаны туралы. Және сол лайк бойынша сіз бүгінгі сабақтағы оқушының балын қоясыз. Сіздерге осы әдіске тұздық ретінде айта кетейін. Жаңа біздер айттық қой, алдыңғы видеоларда сабақтың барлығы бір-бірімен тығыз байланыста өтсе сіздің сабағыңыз күшті шығады, ұтымды болады деп. Осы лайк арқылы бағалау әдісінде сіздер кері байланысқа, мысалы қазіргі хит болып жатқан TikTok әдісін пайдалансаңыз өте ұтымды болады. Егер де менің бағалау тәсілдерім сіздерге ұнап жатса, онда сіздер лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер төменге. Және де өзіңіздің әріптестеріңізбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Сіздердің әрбіріңіздің ойларыңыз мен үшін өте маңызды. Осы тегін шаблонды алу үшін төменге комментарийға жазып кетіңіздер. Мен сіздерге жіберетін боламын. Бұл тегін, ешқандай сатып алмайсыз, тек жазып кетсеңіз болғаны. Біздегі келесі бағалау тәсілі бағалау транспортері деп аталады. Бұл бағалау әдісінің де қолдану жолы өте қарапайым, жеңіл, оңай оқушы үшін, және бұны кез келген сабақта қолдана аласыз. Егер сіздерге басында айтқан болатынмын, бұны сіздер ламинаттап алсаңыздар ұзаққа пайдалана аласыздар және әрбір классқа қолдана беруге болады. Егер сіз тек бастауыш сынып мұғалімі болсаңыз, бұны қазақ тілі, жаңағы математика пәнінен де қолдана беруге болады. Бұл жерде де 1-ден 10-ға дейінгі бағалау шкаласы берілген, және де сағат тілі сияқты стрелка берілген. Сол сағат тілін жылжыту арқылы сіздер бағалайтын боласыздар. Кім қанша жерге қандай балға келіп тоқтады, соған байланысты бүгінгі сабақта оқушының алған балын шығарасыздар. Мына жердегі жазудың орнына оқушының аты деп жазсаңыздар болады. Әрбір оқушы өзінің аты жөнін жазады. Осындай түрлі бағалау әдіс тәсілдерін қолдану арқылы сіздер оқушылардың сабаққа деген қызығушылығын оята аласыздар. Және сіздің пәніңізді олар қызығып оқитын болады. Әрбір сайын күтетін болады. Бүгін бізде қандай бағалау тәсілі болады екен, сабақта қандай қызықты тапсырмалар болады екен деген сияқты әрбір оқушыда өзіндік талпынысы болады. Келесі бізде ең соңғы бағалау тәсілі, 10-шы бағалау тәсілі бізде бағалау тақтасы деп аталады. Бұл бізде күнделікті өздеріңіз пайдаланып жүрген PowerPoint программасында жасалған. Егер де сіз PowerPoint программасын еркін меңгерген мұғалім болсаңыз, онда бұл бағалау әдісті жасау сізге қиындық тудырмайды деген ойдамын. Ал егер де сіз бұл программаны онша қатты меңгермеген болсаңыз, сізге әрине қиындық тудыруы мүмкін, бірақ бұның қолдану жолы бір рет жасап алсаңыз өте оңай. Жаңағы алдағы 9 бағалау түрі соған ұқсас, тек бұл жерде оқушы немесе мұғалім әрбір балдың үстінен басып отырсаңыз, тапсырма орындаған сайын астынан бал көрініп тұрады. Мінекей өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай 1, 2 деп кете береді. Қызыл жанғандар ол бізде өздеріңіз білесіз төмен баға, сары жанғандар орташа, ал жасыл түс жанған ол бізде жоғарғы бағалау. Бұл әдісті пайдалану үшін сіздерге интерактивті тақта болса жеткілікті. Немесе ол жоқ болып жатса, осы компьютерден көрсетуіңізге болады. Енді бұл тәсілді, бағалау тәсілін қолдану жаңағы бір сыныпта 25-30 оқушысы бар мұғалімге қиындық тудырады. Әрине оны жасырмаймын. Өйткені 30 баланы каждый раз оны белгілеп отыру, келесі бетке өтіп әрбір баланы белгілеу әрине қиындық тудырады. Бірақ бұл әдіс шағын жинақталған мектептегі мұғалімдер үшін өте тиімді. Өйткені ол мектептерде өздеріңіз білесіздер, бір сыныпта 4 оқушы болуы мүмкін, 5 оқушы болуы мүмкін, немесе 8, 12 оқушы болуы мүмкін. Әрине оларды бағалау, аз оқушыны бағалау көп уақытта алмайды. Егер мұғалім өзі де жаттыққан болса, онда тез-тез бағалап тастайды. Және ол 12 оқушыны бір бетке осылай бір слайдқа сыйғызып жасап қойса, ол қиындық тудырмайды мұғалімге. Мінекей осылай сіз бір бетке жасап қоясыз барлық оқушыңызды. Егер бұл 12 оқушы, ал егер сізде 25 оқушы болатын болса, келесі бетке жасап, осылай келесі бетке өтсеңіздер болады. Немесе осылай әрбір
дөңгелектің үстіне басқан кезде оқушының балы шығады. Соңында мысалға неше балдан тоқтады, 6 ма, 6 деген бал, 7 немесе 9, 10 бал деген сияқты әрбір оқушының өзінің балы шығады. Бұл бағалау тәсілі оқушыларға бір жақсы жері, балдар көзбен көріп отырады, барлық бала кім қандай бал алды. Енді бір сыныпта отырғасын болады ғой, барлық оқушылар өздерін ойлайды, бізді дұрыс бағаламай жатыр, әділетсіз бағалап жатыр, анау деген 4 алу керек еді, мен 5 алу керек едім деген сияқты. Әр оқушының өзіндік бағалау критерийі біз ойлағаннан жоғары болып жатады. Соны болдырмас үшін осылай оқушылардың алдына қойып, өздеріне көрсетіп, нақты бағалау критерийлеріне сүйеніп, оларды осылай бағаласаңыз, оқушылар бұл ойынан аулақ болады. Яғни мұғалім бізді әділетсіз бағалайды деген ойдан аулақ болады. Осы бағалау критерийіне нақты қалай бағалау керек туралы қазір айтатын боламын. Сондықтан видеоны соңына дейін мұқият тыңдауларыңызды сұраймын. Егер сіздерде бағалау критерийі нақты болса, онда оқушы мені әділетсіз бағалап жатыр, мен 5 алу керек едім, болмаса мен 4 алу керек едім, ол оған асыра баға қойды деген ойдан аулақ болады. Сондықтан сіздердің бағалау критерийлеріңіз нақты болғаны дұрыс. Сіздермен бөлісіп жатырған осы 10 бағалау түрі, бағалау тәсілі, әрине бұдан да өте көп бағалау түрлері. Егер сіздерге ұнаса, онда лайктарыңызды басып, төменге пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Және де осы видеоның соңына дейін көріп, бағалау критерийіне қатысты, бағалауға қатысты ақпараттарды жіберіп алмаңыздар. Бағалаудың осы түрін сіздерге де қолданып көруге кеңес беремін. Озат, білімді оқушыларымыз көп болсын. Әріптестер, енді мен сіздерге сабақтағы формативті бағалауға жалпылама түсіндіріп кетейін, өзімнің жасап жүргенім бойынша. Жалпы формативті бағалау деп отырғанымыз сабақтағы күнделікті жұмыс барысында жүргізетін бағалау түрі. Оны әрине барлығымыз білеміз. Енді біздерде өзіміздің күнделікті сабақ жоспарымыз бар, иә? Осы сабақ жоспарында біз күнделікті 10 балды біз шығарып отыруымыз керек. Әрбір сабақ кезінде. Енді біздерде сабақ жоспарында оқу бағдарламасы деген бар, әрине барлығымыз білеміз, оқу бағдарламасына берілген оқу мақсаты деген бар, иә? Осы оқу мақсаты ол бізде беріліп тұр, дайын түрде. Енді осы оқу мақсатынан бізде сабақтың мақсаты шығады, оны білесіздер барлықтарыңыз. Енді осы сабақтың мақсаты, осы оқу мақсатынан шығатынын білесіз. Енді ары қарай, енді осы оқу бағдарламасынан сабақтың мақсатын шығардық. Енді сабағымыздың мақсаты шықты. Енді осы сабағымыздың мақсатына жету үшін біздер не істейміз? Тапсырмалар дайындаймыз. Яғни сабақтың мақсатына жету үшін біздер тапсырмалар дайындаймыз. Яғни осы тапсырмалардың барлығы 10 балды қамту керек. Біз қанша тапсырма аламыз, сол тапсырмалар 10 балды қамту керек. Яғни 10 бал біздің бүгінгі сабақта оқушыларға қоятын балымыз. 10 бал. Енді біздер оқу мақсатын анықтап алдық, одан сабақ мақсатын шығардық. Енді осы мақсатқа жету үшін біздер тапсырмалар дайындаймыз. Тапсырмалар, мысалы бізде мақсатқа 3 тапсырма жетуі мүмкін. Мақсатқа жету үшін, яғни біздің сабағымыздың мақсатына жету үшін бізге 3 тапсырма ғана жеткілікті болуы мүмкін. Енді біздер жаңа айттық, 3 тапсырма жеткілікті болуы мүмкін, яғни оқу мақсатына жету үшін, сабақтың мақсатына, яғни оқудың мақсатына жету үшін. Енді осы 3 тапсырмадан біз 10 бал шығару керекпіз. Енді біздер мысалы бірінші мына тапсырмадан 3 бал шықты дейік. Бірінші тапсырмадан 3 бал шықты дейік. Яғни 3 бағалау критерийінен, яғни әуелі біз дескриптор жасаймыз. Дескриптор шығарамыз, сол дескриптордан біз бағалау критерийін шығарамыз. Дескриптор деп отырғанымыз әр тапсырмадағы орындау кезіндегі нақты қадамдарды көрсететін сипаттама. Осы дескриптордан бізден бағалау критерийі шығады, яғни оқушыны қалай бағалаймыз,
не арқылы бағалаймыз, сол шығады. Осы бағалау критерийінен барып бізде балл шығады. Балл шығады екен. Яғни мысалы енді қайттан тапсырмаға керек. Мысалы бірінші тапсырмадан біздер 3 бағалау критерийін шығарамыз. 3 бағалау критерий деп отырғанымыз ол бізде 3 балл. Келесі екінші тапсырмадан, мінекей екінші тапсырмадан біз 4 бағалау критерийін шығарамыз. 4 бағалау критерий деп отырғанымыз ол бізде 4 балл. Келесі бізде үшінші тапсырмадан 3 бағалау критерийін шығарамыз. Ол бізде 3 балл деп есептеледі. Сонда общий қосқанда бірінші тапсырмадан 3 балл, екінші тапсырмадан 4 балл, екеуі 7 балл, және соңғы үшінші тапсырмадан 3 балл шығады. Сонымен қосқанда барлығы 10 балл шығады. Яғни қанша бағалау критерийін шығарамыз, яғни 10 бағалау критерийін шығарып, 10 балдық жүйемен бағалайды екенбіз. Және де үй тапсырмасы деген бар, біз барлығымыз үй тапсырмасын береміз ғой. Осы үй тапсырмасынан өзінен 1 балл шығаруға болады. Өже сабақтың басында үй тапсырмасын оқушы орындады ма, 1 балл, яғни егер қате болмаса тағы да 1 балл бересіз. Сонда өже үй тапсырмасының өзінен де 2 балл шығуы мүмкін. Ал қалған 8 баллды біздер сабақтың барысында шығарамыз. Осы 8 баллды сіздерге қазір сабақ жоспарымды ашып көрсететін боламын. Өзім қалай шығардым. Мінекей мен қазір бір сабақ жоспарын ашып отырмын сіздерге мысал ретінде көрсетуге. Бізде оқу бағдарламасына сәйкес оқу мақсаты ол санның шаманың үлесін табу және үлесі бойынша санды шаманы табу. Бұл бізде бірінші мақсат. Екінші мақсат бізде 100 көлеміндегі сандар мен жүздіктердің жартысын 3-тен 1, 4-тен 1, 10-нан 1 бөлігін табу болып табылады. Яғни бұл бізде мына оқу мақсатындағы оқу мақсаты, оқу бағдарламасындағы оқу мақсаты. Енді осы мақсат бізге еш өзгермейді. Біздегі мақсат осы беріліп тұрған мақсат. Енді осы мақсат бізге өзгермей осы жерге түседі. Сабақ мақсаты шығады. Яғни мына жерде табу болса, мына жерде тек соңындағы сөздері ғана өзгереді. Табады деген сияқты. Оннан 1 бөлігін таба алады. Яғни мына мақсатқа біз жету керекпіз. Осы мақсатқа ғана жету керекпіз. Өйткені бұл біздің бүгінгі сабақтағы мақсатымыз. Енді осы мақсатқа жету барысында бізде ары қарай тапсырмалар кетеді. Енді біздер мына жерде мен бірінші үй тапсырмасынан 2 балл шығардым. Бізге үйге 6-шы есеп берілген екен, кері есеп құрастырып оларды шығар. Мінекей бағалау критерийі жазылып тұр, нақты жазылып тұр, және 1 балл деп көрсетіліп тұр. Яғни бұл жерде үй тапсырмасының өзінен бізде 2 балл шығып тұр. Мысалы, оқушы үй тапсырмасын тексере алдында үйдің есебін шығарып келеді, мысалы есептерді шығарып кері есеп құрастыру дейді. Олай болса бізде манағы бағалау сызықшына, мінекей бағалау сызықшына бірінші тапсырманы біз жаңағы үй тапсырмасы 1 балл бізде. Мен үй тапсырмасын орындадым. Олай болса мен мынаны бояймын. Енді барлық оқушылар бірдей үй тапсырмасын шығарып келу мүмкін, ал кейбір оқушылар кері есеп құрастырмау мүмкін. Онда мен мына екінші егер мен кері есеп құрастырмасам, мынаны мен боямаймын. Өйткені мен кері есеп құрастырған жоқпын. Ал кім кері есеп құрастырды, солар бояйды. Өйткені біздің есебіміздің шартында кері есеп құрастыру бар. Есептерді шығару және кері есеп құрастыру деген бар. Сондықтан бізде бірінші просто есептің өзін шығарып келсе, онда 1 балл қоямыз. Ал егер кері есепті құрастырып келсек, онда 2 балл қоямыз. Ал егер кері есепті құрастырмасақ, онда біз 2-ші баллды боямаймыз. Енді ары қарай бізде тапсырмаларға өтейік. Так, мына жерде бағалау критерийі бар екен. Бұл бізде бүйтіп айтқан бірінші тапсырма дейді, номер 1 есеп қой. Суретке қара, боялмаған бөлігін көрсететін үлестерді ата, оларды кему ретімен жаз деп тұр. Енді бізде бұл жерде неше бағалау критерийі шығады мысалға. Үлестерді атайды, 1 балл. Екінші бізде кему ретімен жазады деп қойғанмын бағалау критерийін. Енді мысалы мен тағы да
бала егер үлестерді атаса, онда мынаны бояйды. Мен мысалы үлестерді атадым ба, онда бояйым. Ал егер атай алмаса, мен боямай. Тағы да келесі кему ретімен жаз дейді. Егер кему ретімен бала жазаса, онда жазса, ол есеуі дұрыс болса, онда мына 4-ші балды бояйды. Ал егер дұрыс болмаса, тағы да онда боямайды. Келесі тапсырма бізде топтық тапсырма екен бұл жерде. Бұл жерде есептерді шығарады. Мына жерде шартын жазбаған, бірақ бағалау критерийлері есептерді шығарады, пойыздың жолындағы уақытты анықтайды дейді. Бұл жерде 2 балл шығып тұр ғой. Бұл жерде де солай. Яғни есептерді шығарса 5 балл. Келесі пойыздың жылдамдығын анықтаса, тағы да оған 1 балл қосылады. Енді бұл жерде топтық бағалау, мысалы, сыныптарда болады ғой, нашар оқитын оқушылар, соларға өте жақсы. Сол арқылы, топ арқылы олар енді хотя бы 3 алып кетеді, бүгінгі сабақтан хотя бы 3 алып кетеді. Өйткені кейбір балдар бар, өте бір слабый, шығара алмайтын, топтың көмегімен қажет ететін балдар. Сол топтың көмегінсіз шығара алмайтын балдар үшін бұл бағалау түрі жақсы. Яғни топпен жұмыс жасайтын бағалау түрі. Енді бізде міне уже 6 балл кетті. Енді келесі ары қарай түсейін бағалау критерийіне. Тоже мына жерде жазған екен 3 балл шыққан. Бұл қалыптастырушы бағалаудан шықты. Енді қалыптастырушы бағалауды әрбір бала жеке-жеке өздері орындайды ғой. Яғни осы қалыптастырушы бағалаудан бізде 3 бағалау критерийі шығып тұр екен. Енді бұнда айтады, яғни есепті шығарса, мысалы, бірінші есепті шығарама, бірінші тапсырмадағы есепті қалыптастырушы оқыды, онда бала өзіне 1 балл қояды. Шешуін жазады. Енді мысалы, өздеріңіз байқап жүрсіздер ғой, нелерде жаңағы бағалау критерийларында осы не кіріп кетеді. Шешуін жазады. Өйткені кейбір балдар жазбай тастап кетуі мүмкін. Тоже 1 балл қояды. Уақытын анықтайды дейді. Тоже 1 бағалау критерий. Яғни осының барлығын анықтаса, мысалы, кейбір есептерде былай келуі мүмкін. Есептің қысқаша шартын жазғанға 1 балл қояды. Шешуін жазғанға 1 балл. Жауабына 1 балл. Өйткені бала мына есептің қысқаша шартын жазбай кетуі мүмкін. Бірден шешуін жазып кетуі мүмкін. Және жауабын жазбай кетуі мүмкін. Мысалы, жауабын жазғанда метр, мысалы, 10 метр деген сияқты. Енді жауабында өлшем бірлікке де қарап шығаруға болады. Енді бұл мен мысал ретінде айтып отырмын. Неке осылай 9 балл болды. Енді ары қарай бізде енді тағы 10 балға 1 балл керек. Келесінен түсейік. Қандай бағалау критерийі бар екен. Мына жерде өзіндік жұмыс бар екен, мінекей. Өзіндік жұмыс, яғни шығармашылық тапсырма тоже. Бұл жерде есептерді шығару беріліп тұр. Сол кезде егер сол есепті дұрыс шығарса, онда балаға тағы да 1 балл қоямыз. Енді бала есептейді. Мысалы, мына жерде енді 2-ші балл алған жоқ. Бала есебін шығара алған жоқ. Енді оны есептемейміз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Яғни бала бүгінгі сабақтан 9 балл алды. Яғни сіз осы балды бүгін сабаққа қоясыз. Енді бұл барлық бала бірде орындай бермейді. Біреу мысалы бірінші тапсырманы орындауы мүмкін. Келесі бала мына 2 тапсырманы орындауы мүмкін. Және мына соңғы 2 тапсырманы орындауы мүмкін. Сонда қараңыз, 1, 2, 3, 4, 5. Ол бала бұл сабақтан 5 балл алады. Яғни осылай нақты бағалау критерийларын беріп балаларға, осылай балдарды біз жаттықтыру керекпіз өзін өзі бағалауға. Яғни әр бала өзі осылай бояп отырады. Немесе жаңа бірнеше түрін көрсеттім ғой бағалаудың. Егер сағат болса, сағаттың стрелкасын жылжытып отырады осылай. Құрметті әріптестер, енді ары қарай кеттік. Бұл бізде тоже 2-ші сыныптың пәні, қазақ тілі пәні. Бұнда енді бізде оқу мақсаты бізде бас әріп пен кіші әріптердің биіктігі мен мөлшерін сақтап, оларды байланыстырып көлбеу және таза жазу. Келесі мақсат бізде сөйлемдегі бір-бірімен байланысып тұрған сөздерді табу. Яғни бізде оқу бағдарламасына сәйкес оқыту мақсаты осы мақсат. Енді осы мақсат сабақты мақсатына тап солай түседі.
яғни біз бұны мақсатты өзгертпейміз. Бала сабақта осы мақсатқа жету керек. Енді осыған байланысты жаңағы тапсырмалар мен бағалау критерийларын шығарамыз. Яғни осы екі мақсаттан ауытқымау керек. Осы екі мақсатқа байланысты тапсырмалар болу керек. Бізде бұл жерде енді үй тапсырмасында бізге айтқан сипаттау үшін өзіңе ұнайтын суреттерді таңда. Енді ары қарай толық жазбаған білмеймін. Сол кезде оқушылар екі бағалау критерийін шығарған. Бірінші суреттерді таңдайды. Мысалы бала таңдайды ғана сипаттау үшін өзіңе қай сурет тұр, бірнеше сурет тұр, соның біреуін таңдайсың, сосын сол таңдаған суретіңді сипаттап жазасың. Егер бала суретті таңдап қойса, тек қана таңдап келуі мүмкін, ал сипаттап жазбауы мүмкін. Ол кезде бізде егер тек таңдаса, манағы бағалау критерийіміз 1 балл, ал егер жаңағы таңдап жазып келсе, онда бізге 2 балл алады бала. Келесі ары қарай бізде енді мына жерде ауызша бағалаулар бар. Жарайсың деген сияқты. Ол бағалау критерийіне кетпейді. Мысалы, мына жерде ребусты шешу, яғни балдар ребусты шеше, ауызша мақтап кетеміз, тек қана жарайсың деп бағалап кетеміз. Яғни баланың еңбегін. Ары қарай бізде енді мына жерде бар екен бағалау критерийі. Бізде көркем жазу деген ұжымдық жұмыс, яғни барлық балдар жазады ғой сабақта. Яғни осыны жазу керек көркем жазуда. Бұл жерде бізде бағалау критерийі бас әріппен және кіші әріптердің биіктігі мен мөлшерін сақтап, оларды байланыстырып көлбеу таза жазады дейді. Яғни манағы біздің оқыту мақсатында осы мақсат бар. Значит, сіз уже егер бала осылай жазса, сіз онда мақсатқа жеттіңіз, бір мақсатқа жеттіңіз. Яғни осылай бала әдемілеп осы бағалау критерийіне сәйкес жазса, онда сіз балаға 1 балл бересіз. Бала ол кезде мына стрелканы тағы да келесі балға жылжытады мына стрелканы. Келесі ары қарай. Міне мына жерде де бар жаңағы 23-ші аттығу бейнефильмді қара. Қожа туралы фильм қалай аталады, оның кейіпкерлері кімдер деген сұрақ бар. Енді ол кезде балдар жаңа фильмді тамашалайды, мынау дескриптор балалардың іс-әрекеті оқушының. Фильмді атын атайды, енді бала деген айтып жатыр, фильмнің не туралы екенін айтып жатыр, оның кейіпкерлері кімдер екенін айтып жатыр. Яғни балаға біз жауап беріп жатыр бізге. Онда біз оларға бағалаймыз, жұлдызша тарату арқылы бағалаймыз, немесе кез келген бір баланың берген жауабына біз бағалау керекпіз. Бірақ бұл 10 балдық жүйеге кірмейді, өйткені әр бала әр жерден шулап айтуы мүмкін. Ары қарай, мына жерде бағалау критерийі бар екен, өзара бағалау деп қойыппын. Так, сөйлемді табады дейді. Бұл қайсы? Сөйлемді табады дейді. Мына сөздердің ішінен қай сөздер тобы сөйлем құрап тұр? Өзіндік жұмыс екен. Қай сөздердің тобы сөйлемді құрап тұр? Өз жауабын дәлелде, сөйлемді көшіріп жаз. Бұл сөйлем қандай ойды білдіретінін айтып тұр дейді. Өзіндік жұмыс екен. Бұнда мысалы, енді көршісі екеуі бір-бірін бақылайды, сондықтан өзара бағалау деп жазып қойған. Бұл жерде 2 балл. Егер мына сөздердің ішінен сөйлемді бала тапса, онда 1 балл. Яғни жаңа көршісі, яғни дұрыс тапса, қасындағы көршісі тексереді ғой, бір-бірін бақылайды. 4-ке қарай жылжытады. Келесі бізде бағалау критерийі сөйлемді қатесіз көшіріп жазады. Яғни сөйлемді көшіріп жазу бір бөлек, оны қатесіз жазу бір бөлек. Яғни бұған біз 1 балл береміз. Яғни келесі стрелка уже бізде 5-ке қарай жылжып кетеді. Өйткені бала деген қатесіз көшіріп жазды ғой. Келесі ары қарай мына жерде сергіту саты солар бар. Келесі. Мына жерде топтық жұмыс дейді. Қожаның алдына қойған міндеттемелерін жаз дейді. Яғни бұл балдар топпен орындайды. Жаңа айттым, бізге топтық бағалау не үшін керек екен? Өткен сабақтағы өте бір слабый оқушылар бар, әрбір сыныпта бар, ол бала. Сол балалар үшін бұл 1 балл топпен бірге жинау өте маңызды. Ол бала мысалы
мана сабақ басталғалы уже 5 балл өтті, ал ол бала тек қана 2 балл алуы мүмкін. Сондықтан осы топтық жұмыс арқылы ол 2 балл емес, уже 1 балл қосып 3 балл болады. Енді ары қарай кетейік тағы да. Енді мына жерде міне бар бағалау критерий, от шашу арқылы бағалау, смайлик арқылы бағалау деген түрлер бар, бірақ бұл бағалау критерийіне келмейді. Бағалау критерий арқылы балл жинауға келмейді. Бұл тек оқушыларды ынталандыру үшін тарататын заттар, жасайтын заттар от шашу. Келесі ары қарай. Бағалау критерийі бізде міне адасқан сөздерді табады. Сөйлеммен, бірінші сөйлеммен байланысқан сөзді табады. Бұл байланысқан сөзді табу бізде мана жоғарыда оқу мақсатында, сабақтың мақсатында болды. Ендеше біз, яғни сол сабақтың мақсатындағы тапсырмаларды орындау арқылы біз сабақ мақсатына жетіп тұрмыз. Мына жерде 1 балл, 2 балл, 3 балл, 4 балл. Яғни егер адасқан сөзді тапса, тағы да 6-ға қарай кетеді стрелка. Байланысқан сөзді тапса 7-ге кетеді. Егер таппаса, онда сол орында тұрады. 6 болса 6-да тұра береді. Келесі екінші сөйлеммен байланысқан сөз табады. Үшінші сөйлеммен байланысқан сөз табады. Яғни бұлардың бәрі жеке-жеке бағалау критерийі 1-1 балдан тұрады. Неке қасында жазылып тұр 1-1 балдан. Неке осы барлығы 10 балл. Барлығы 10 балл. Енді ары қарай кеттік, әріптестер. Енді бізде бастауыш сыныпта барлық пәннен береміз ғой, почти. Енді менде жаратылыстану сабағын көрсетіп жіберейін. Бұл жаратылыстану жоғары сыныптарда география сабақтармен байланысты ғой. Биология, химия деген сияқты. Енді солар үшін бұл жерде де тоже үй тапсырмасынан бірден енді лайк арқылы бағалаған екен бұл жерде оқушыларды. Жаңа болды ғой, лайк арқылы бағалау. Яғни әрбір тапсырма телефонның ішінде жазылып тұрады. Мысалы, телефон болса, мына жерде оқушының аты, бірінші тапсырма бізде үй тапсырмасы. Мына жерде бізде мазмұнын айтады және кестені толтырады деп тұрады. Егер балдар мазмұнын айтса, онда мына жерге 1 лайк қояды. Ал егер кестені толтырып кетсе, тоже 1 лайкты қояды, ал толтырмаса қоймайды. Мысалы, келесі бізде екінші тапсырма. Екінші тапсырманда мысалы бағалау критерийі тұрады. Мысалы, гигиеналық құралдардың суретін салады, досына беруге болмайтын құралдарды атайды, 1 лайк. Онда мысалы екінші тапсырмадан тағы 1 лайк қояды. Егер сөйтіп атаса, салса суретін. Келесі түсті қалай дұрыс күту туралы айтады. Яғни осы тапсырмаларды орындаса, түстің күту ережесін түсіндірсе, сау тіс және ауру тіс тақырыбында тапсырмалар дайындаса, онда мына неше тапсырма бар, неше бағалау критерийі бар, сол бойынша мына екінші тапсырмаға қояды. Мысалы, егер мына екінші тапсырмадан бала тек 1 тапсырманы орындау мүмкін. Ал мына үй жұмысының 2 тапсырмасында орындау мүмкін, болмаса 1 тапсырмасында орындау мүмкін. Келесі бізде тағы 3-ші тапсырманы қарайық. Мына жерде бағалау критерийі басына кетіп қалған. Мысалы, ақиқат тұжырымға плюс белгісін қояды, 1 лайк, жалған тұжырымға минус белгісін қояды, 1 лайк. Түсті күніне неше рет тазалайтынын анықтайды, 1 лайк. Денені күтуді, тазастауды не деп айтатынын анықтайды, 1 лайк. Яғни осы 1, 2, 3, 4 лайк шығып тұр ғой. 3-ші тапсырмадан 4 лайк шықты. Бала осының тек 2-ін орындайды. Мына бірінші тапсырмамен 2-ші тапсырманы орындап тұр бала. Мына жерден так 1-ін орындады, 1-ші тапсырмадан, 2-ші тапсырмадан 1-ін орындады, 3-ші тапсырмадан 2-ін орындады. Әзірге 4 бала алып жатыр бала. Келесі ары қарай бағалау критерийі. Мына жерде 2 бағалау критерийі бар екен. Қолды жуудың ретін анықтайды, дұрыс орналастырады дейді. Яғни, яқта дұрыс орналастыру керек туралы болып тұр. Мысалы, 4-ші тапсырмада 2 тапсырма бар. Осы 2-інде бала орындады, онда 2 лайк, яғни 2 балл. Келесі сұраққа дұрыс жауап береді. Яғни 5-ші тапсырма сұраққа дұрыс жауап береді. Егер дұрыс жауап берсе, онда 1 лайк дейді. Яғни 1 лайк деп отырғанымыз 1 балл деген сөз. 1 балл. Сонда 4, 2, 1 балл. Общий алғаны мына бірінші тапсырмадан 1 балл, 2 балл.
сонда общий ол бала 7 балл алды бүгінгі сабақтан. Мінекей, осылай. Жаңа айттым мен басында, ең басында сіздерге айттым, бір тапсырмадан, оқу мақсатынан 3 тапсырма шығуы мүмкін. Сол 3 тапсырма арқылы 10 балл шығуы мүмкін. Немесе осылай 5 тапсырмадан общий 10 балл шығуы мүмкін. Мінекей, құрметті әріптестер, сіздерге қысқаша түрде 10 түрлі бағалау тәсілінің пайдалану жолымен бөлістім. Оларды қалай пайдалану керектігін, сонымен қатар оқушыларды бағалау кезіндегі нақты бағалау критерийлеріне сүйеніп, нақты 10 балдық жүйені қалай сабақта шығарамыз, сол туралы бөлістім. Егер де осы ақпаратты пайдалы деп санасаңыздар, менің видеома лайк басып, комментарий қалдырып, және өзіңіздің әріптестеріңізбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Осы бағалау шкаласына сүйеніп, 10 балдық жүйемен балдарды әр тапсырмадан шығарып, өздеріңіздің сабақтарында пайдалансаңыздар, еш өкінбейсіздер. Бұл жерде әрине 1 мен 3-тің аралығы дәстүрлі бағалау жүйеміздегі 2, 4 пен 6 балл арасы 3, 7 мен 8 балдың арасы 4, 9 балдан жоғары қарай 5 деп тұр. Әрине бұл жерде дәстүрлі бағалау бойынша оқушының балы мен бағасы көрсетіліп тұр, және де әртүрлі деңгейіне қарай тамаша, жақсы, орташа деген сияқты. Әрине баршаңыздың сыныптарыңызда оқушыларыңыз озат, білімді, ақылды оқушыларыңыз көп болсын. Осындай әртүрлі бағалау түрлерін қолданып, оқушыларымыздың қызығушылығын сабаққа деген одан әрі арттырып жүре берейік. Бағалау түрлерін сіз қалай пайдаланасыз, қай сабақта қолданасыз, ол әрине өзіңіздің еркіңізде, өзіңіздің фантазияңызға байланысты түрліше әдіс-тәсілдерді түрлендіріп қолдансаңыздар болады. Және де өзіңіз басқа да тағы қандай әдіс-тәсілдер білесіз, оны осы комментарийдің астына жазып кетсеңіздер, мен үшін әрине үлкен қуаныш болып саналады. Мен де сіздерге осындан басқа да қызықты түрлі бағалау әдіс-тәсілдерімен, кері байланыстармен, рефлексиялармен, ашық сабақта қолданатын әдіс-тәсілдермен бөлісетін боламын алдағы уақытта. Әрине бұрында да бар ашық сабаққа арналған әдіс-тәсілдер менің осы YouTube каналымнан таба аласыздар. Менің YouTube каналымды, менің видеоларымды жоғалтып алмас үшін менің YouTube каналыма тіркеліп, қоңырау батырмасын басып қойыңыздар. Сіздерге тек шығармашылық табыс тілеймін жұмыста, озат, білімді, ақылды оқушыларыңыз көп болсын. Пайдалы ақпараттармен алдағы уақытта тағы да бөлісетін боламын сіздер үшін. Сондықтан менің видеоларымды жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп алыңыздар, және өздеріңіздің пікірлеріңізді, ойларыңызды білдіріп кетіңіздер. Әрқайсыңыздың ойларыңыз мен үшін маңызды. Бұл бағалау әдістері өзім қолданып жүрген әдістер. Сонымен қатар сіздерге де қолданып көруге кеңес беремін. Және бұл жердегі айтылған ақпараттардың барлығы, бағалаудың критерийларының барлығы, әрине бұл менің өзімдік ойым, менің өзім сіздерге осылай істе деп айтпаймын, сіздердікі дұрыс емес деп те айтпаймын. Бұл менің өзімнің ойым, өзімнің осылай 10 балдық жүйені осылай шығарып, оқушыларымды сабақтың үстінде өзін бағалауға осылай үйретіп жүрмін. Сіздерге де солай үйретуге кеңес беремін. Егер бала күнделікті сабақта жасайтын болса, ол көше ашық сабақ кезінде балдарыңыз әбден бағалауға машықтанып алады. Ол сіздерге ешқандай қиындық келтірмейді. Наоборот, сабағыңыздың күшті өтуіне өзіндік әсерін тигізеді. Сондықтан балаларымызды өзін бағалауға үйретейік, дұрыс бағалайық, әділ бағалайық балаларымызды. Яғни сіздерге тек жақсылық тілеймін. Бір-бірімізбен пікір алмасып отырайық. Осы комментарийға жазып кетіңіздер. Түсінбегендеріңіз болса сұраңыздар. Егер қажет материал керек болса, онда осы комментарийға жазсаңыздар, мен сіздерге байланысатын нөмірімді қалдырамын комментарийдің астына. Сол жерге жазып, өзіңізге ұнаған әдісті сұрасаңыздар болады. Мен сіздерге барлығын тегін беретін боламын. Бұл ақпараттардың барлығы тегін, және шаблондарды, телефонға байланысты лайк, бағалау сызғышын, барлық материалдарды сізге тегін жіберетін боламын. Сондықтан ұялмай
менен сұрасаңыздар болады, барлығы тегін. Және осы видео туралы өзіңіздің ойларыңызды комментарийға жазып, әріптестеріңізбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Осы видеоны өзіңіздің мектептегі жас мамандарыңызбен бөліссеңіздер, олар үшін де, сіз үшін де үлкен қуаныш болады деген ойдамын. Әрине, сізді тәлімгер ретінде тағайындаса, сіз өзіңіздің жас маманыңызға осы видеоны бөлісуді ұмытпаңыз.